Саламатсыздар ма, студенттер? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы электр энергиясын өндіру, тарату, жеткізу, трансформаторлар. Сабағымыздың мақсаты трансформаторлар ұғымын, атқаратын қызметін, құрылысын, трансформатордың электр энергиясын тасымалдаудағы рөлі туралы түсінік беру. Сабақтың жоспары: электр энергетикасы, электр энергиясын өндіру, электр энергиясын тарату, электр энергиясын жеткізу, электр энергиясының негізгі өндірушілері, трансформаторлар. Электр энергетикасы энергияның басты құраушысы. Оның басты міндеті электр энергиясының тұтынушыларын электрлік энергиямен жабдықтау үшін электр энергиясын тиімді жолмен өндіру, тарату және үлестіру. Бұл сала кез келген елдің әлеуметтік және экономикалық дамуының маңызды бөлігі. Себебі электр энергиясының басқа тасымалдаушыларынан гөрі бірқатар ерекшеліктері бар. Үлкен қашықтыққа таратудың, тұтынушылар арасында үлестірудің және энергияның басқа түрлеріне, мысалы айталық механикалық, жылулық, химиялық, жарықтық және басқа да түрлерінің салыстырмалығы, жеңілдігі. Электр энергиясының маңызды өзгешелігі оның бір уақытта өндіріліп, сол уақытта тұтынуға болатыны. Электр энергиясының негізгі өндірушілері: бірінші, жылу электр станциясы, конденсациялық электр станциясы, жылумен жабдықтау электр станциясы, атомдық электр станциясы. Екінші, су электр станциясы, су жинаушы электр станциясы, электр тарату желілері арқылы бір-бірімен және тұтынушылармен біріктірілген электрлік станциялар электрлік жүйелерді құрайды. Энергияның басқа түрлерімен салыстырғанда электр энергиясының артықшылығы сөзсіз. Оны сым арқылы өте алыс жерлерге аз шығынмен жеткізу, тұтынушыларға таратып беру ыңғайлы. Ең бастысы өте қарапайым құрылғылардың көмегімен бұл энергия механикалық, ішкі жарық энергияларына, тағы сол сияқты энергияның кез келген басқа түріне оңай айналдырылады. Тұрақты тоққа қарағанда айнымалы тоқтың артықшылығын кернеу мен тоқ күшін энергия шығынын болмайтындай дерлік өте кең ауқымда түрлендіруге болады. Электр тоғы генераторларында энергияның қандай да бір түрін электр энергиясына түрлендіретін құрылғыларда өндіріледі. Генераторларға жататындар: галвани элементтері, электростатикалық машиналар, термобатареялар және күн батареялары, тағы сол сияқты. Егер энергияны шығынсыз дерлік түрлендіру мүмкін болса, онда электр тоғы еш уақытта да дәл осындай кең қолданыс таппаған болар еді. Электр станцияларындағы қуатты генераторлардың электр қозғаушы күші әдетте едәуір үлкен, ал бірақ іс жүзінде көбінесе онша үлкен емес кернеулер керек. Айнымалы тоқты кернеуді бірнеше есе арттырып, немесе кемітіп, аз қуатты іс жүзінде шығындатпай түрлендіру трансформатордың көмегімен іске асырылады. Электр энергиясын үлкенді кішілі электр станцияларында негізінде электромеханикалық индукциялық генераторлар арқылы өндіреді. Электр станциясының негізгі екі түрі бар: жылу және гидроэлектр станциялары. Бұл электр станцияларының бір-бірінен айырмашылығы генератордың ротарын айналдыратын қозғалыштары әртүрлігінде. Жылу электр станцияларында энергия көзі ретінде мынандай отындар пайдаланады: көмір, газ, мұнай, мазут, жанғыш тағы да басқа заттар. Электр генераторларының ротары бу және газ турбиналары не іштен жану қозғалтқышы айналдырады. Ең үнемдері жылулық бу турбиналары, ірі электр станциялары. Электр станциясының тұтынылатын орны көп.
ал оны өндіретін орындар көп емес. Отын және гидроресурс көзін жақын орындар. Электр энергиясын жинап сақтау, қолдан келмейді. Оны шығарып, айналасымен біртіндеп тұтынып, іске жарату керек. Сондықтан электр энергиясын алысқа жеткізу қажеттілігі туады. Көптеген жағдайда бір тоқ көзінен әртүрлі кернеуге арналған құралдарды қоректендіру қажет болады. Мысалы айталық, теледидарды 220 вольттық тоқ көзіне қосқан кезде оның ішіндегі қыздыру шамы 6,3 вольт, транзисторларға 1-2 вольт, ал электронды сәулелендіру түтікшесіне 15 мың вольт кернеу беруге қажет. Кернеуді осылай қажетімізше көтеріп немесе төмендету үшін трансформаторлар деп аталатын құрылғыны пайдаланады. Қуаттың тұрақты дерлік мәнінде айнымалы тоқ кернеудің тоқ күшімен қатар өзгеруін айнымалы тоқтың трансформациясы дейді. Орталық станцияларда өндірілетін электр энергиясын алыс қашықтықтарға жеткізу кезінде жеткізу желілерінде жылудың бөлінуі салдарынан энергия шығындалады. Берілген тұрақты қуат кезінде осы шығынды кернеуді жоғарылату және тоқты төмендету арқылы кемітуге болады. Айнымалы тоқтың трансформациясын жүзеге асыратын құрал трансформатор деп аталады. Ол электромагниттік индукция құбылысына негізделген. Трансформаторды алғаш рет 1878 жылы орыс ғалымы Яблочков ойлап тапқан. Одан кейін 1882 жылы Усагин жетілдірді. Трансформатор тұйық болат өзектен тұрады. Оған сым орамнан тұратын 2 катушка кигізіледі. Орамның біреуі айнымалы кернеу көзіне тіркеледі, ал екінші реттік орам бұл электр станциясының тұтынатын аспаптар мен құрылғыларға қосылады. Трансформатордың орамдарындағы кернеудің қатынасы мұндағы К коэффициенті трансформация коэффициенті деп те аталады. Егер К 1-ден үлкен болса, трансформатор төмендеткіш, ал егер К 1-ден кіші болғанда, трансформаторлар жоғарылатқыш болады. Трансформатордың жұмыс істеу принципі электромагниттік индукция құбылысына негізделген. Бірінші ретті орамдар арқылы айнымалы тоқ өткен кезде ферромагниттік өзекшеде айнымалы магнит ағыны пайда болады. Бұл магнит ағыны өз кезегінде екінші рет орамдарда да тесіп өтіп, болмағандықтан осы орамда индукциялық электр қозғаушы күшін туғызады. Егер екінші ретті орамдар тұтынушыларға қосылған болса, онда бұл тізбекте де айнымалы тоқ өтеді. Ал бұл айнымалы тоқ өзекшеде қайтадан өзінің айнымалы магнит ағынын туғызады. Екінші орамдардың туғызған магнит ағыны өзекшедегі толық магнит ағынын кемітеді. Бұл өзекшеде бірінші ретті орамдағы өздік индукция электр қозғаушы күшінің кемуіне алып келеді. Өздік индукция электр қозғаушы күшінің кемуімен бірінші ретті тізбекте тоқ арта бастайды да, ал қоректендіруші кернеудің мәні өздік индукция электр қозғаушы күшіне теңескенде жүйеде тепе-теңдік орнайды. Трансформатордың пайдалы әсер коэффициенті, оны біз пак деп айтамыз, белгіленуі этта. Сонда этта тең болады P2 бөлінген P1-ге. Бүгінгі күнде технологиялары пактың 97-98% болатын трансформаторлар жасауға мүмкіндік берді. Трансформатордың электр энергиясын тасымалдаудағы рөлі ерекше зор. Электр энергиясын қашық аралықтарға тасымалдау күрделі ғылыми техникалық мәселелер болып табылады. Бұл жердегі негізгі мәселе энергия шығынымен байланысты. Өткізгіштердің қызуынан болатын энергия шығыны Джоуль-Ленц заңына сәйкес
тізбектегі ток күшінің квадратына пропорционал. Яғни Q тең болады I квадрат көбейтілген R көбейтілген T. Олай болса, бұл тасымалдау кезіндегі бос шығынды азайту үшін тасымалданатын қуатты кемітпестен ток күші мүмкіндігінше азайту қажет. Оның бірден бір жолы кернеуді шамасы аса жоғары жүздеген мың вольтқа көтеру керек. Жоғарғы вольтты электр тасымалдау жүйелерінің болмауы осымен байланысты болады. Электр энергиясын өндіретін жерде кернеуді трансформатордың көмегімен 400-500 мың вольтқа дейін жоғарылатады. Ал тасымалдап жеткізген соң энергияны тұтынатын жерде керісінше өндірістік 220 вольтқа дейін кемітуге болады. Қазіргі уақытта трансформаторларда энергияның жиынтық шығыны 2-3%-тен аспайды.